Шындық сөздер әдемі болмайды. Әдемі сөздер шындық болмайды. Бидай піссе еңкейеді, адам байыса шалқаяды. Пластырды және сылтауды кез келген жерге жабыстыруға болады. Жасыру керек болған нәрсені жасама. Шынайы ықыласты болу адамның қымбат сипаты. Жылдам деген бұл ақырын, бірақ үздіксізді айтады. Алдымен адам саке ішеді, кейін саке сәкені ішеді, соңында сәке адамды ішеді. Күлкісі бар үйге бақыт келеді. Кімде-кім төбеге көтерілуді қатты қаласа, ол баспалдақты ойлап табады. Тіпті шөлден қиналсаң да, біреудің бастауынан су ішпе. Жылқы шапқанда адам мәміледе танылады. Өткен шақ осы шақтың айнасы. Ақымақ адам өз қателерін ақтауға, ал ақылды оны түзеуге тырысады. Егер балшық тұрсаң, оның лайы саған да тиеді. Қашан ата-аналар еңбек еткенде, балалар өмірден рахаттанып жатады, ал немерелер қайыр тілейтін болады. Үйдегі келіспеушіліктер кедейлікке апарады. Жүректің сұлулығы бет жүздің сұлулығынан қымбат. Жасырын жасалған жақсылық марапатталары анық. Көңіл көтеруге келетін өзгелер, қайғыруға келетін өзіміздікілер. Ерте тұру үш мона пайда келеді. Көңіл көтеруге бейім болу, яғни тойқұмарлық, адамның түбіне жетеді. Бұзғындықтардың ең үлкені азғындық. Ізгі қасиеттердің ең жоғарысы перзенттік парыз. Көп сөйлейтін адамдар, аз білетін адамдар. Адамды қарғасаң, өзің екі орға түсесің. Майда өзендердің толқындары қаттырақ дауыс шығарады. Перзентің сүйікті болса, алыс сапарға жіберіп көр. Баланы еркелету, оны тастап кетумен тең. 60-сында оқу да кеш емес. Уайымдау ертеңгі проблеманы шешпейді, бірақ бүгінгі жан тыныштығын алып кетеді. Бақытсыздық сені қымбат асыл тасқа айналдырады. Өмірде 7 сәтсіздік пен 7 сәттілік болады. Құлағаның аздай үстіңнен басып кетеді. Нағыз шын сұлу боянуға мұқтаж емес. Ауыздан шықса, әлемді шарлайды. Тәкаппар адамдардың өркендеуі көпке бармайды. Қолыңнан келгеннің бәрін жаса, қалғанын тағдырға тапсыр.
төсекте жатқанда ешкім де сүрінбейді. Seni maqtab turgan adamға сенбе. Сәтсіздік сәттіліктің негізі. Биік теректерде жел де күштірек.